Сәлем достар, сіздермен бүгін мен сіздерге механикалық танк істеп көрсетемін. Ал дайын болсаңыздар кеттік. Ол үшін бізге міне мынандай карта басу керек. Ол картаны мен описанияда ссылкасын тастап кетемін. Жарайды, ол картаға кірейік. Осы картаның ссылкасын описанияда тастап кетемін. Сол картаны басу арқылы сіздер механикалық танк істей аласыздар. Өте оңай. Не біз шықтық. Не мұны танкымыз. Одан бұрын мен сіздерге істеп көрсетейін. Не? Ол картада ең бірінші осындай сундук тұрады. Сол сундук ішінде командный блок пен красный камня болады. Сол екеуін аласыздар. Өзіңізде ыңғайлы жерге барасыз. Сол маған ыңғайлы жер мынау. Не? 1, 2, 3. Не, танкымыз дайын. Енді оның жүргізіп атып көрейік. Так, ішіне кірдік. Контроль Z танк дейді. Мынау контроль жасап жіберген. Мынау алға жүретін кнопкасы екен. Мынау оңға жүретін. Мынау солға жүретін. Артқа жүретін. Міне. Мұнда тұр екен. Ал мыналар ататындар екен. Не динамит көріп тұрсыздар. Оң жағынан динамит атады екен. Сол жағынан жай ғана от атады екен. Не біздің танкымыз. Жақындап көрейік. Так, танкымыз сынап көрейік. Мына жерге ағаштан бір дуал салайық. Есте салып жүрейік. Менің видеом качествосы өте нашар болып жатыр. Себебі менің соткым суға түсіп кеткен болатын. Содан бері құлап қалады. Ішіне кіре алмай жатыр. Енді жылдам жетпейді. Тек не? Үстіне динамит емес біздікі. Пушка атып кетті. Оқ. Дәлізім жетіспедір. Не? Жоқ. Дәлізім жетіспедір. Енді көрейік. Ой. О, тигіздік. Біздің дуалымыз өте кішкентай болып қалған екен. Тек енді оң жақ динамитін атып көрейік. Құрметті көрермендер, осы видео сіздерге ұнайды деген ойдамын. Егер ұнап жатса, каналымызға тіркеліңіздер. Не тиіп жатыр? Каналымызға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Алда соткамен қалай серверде ойнайтын видео саламын. Осы жағында. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар, құрметті көрермендер. Каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Алдағы видеоларда мен сіздерге серверде ойнауды көрсетемін. Сау саламатта болыңыздар.